Сәлем достар, қалдарыңыз қала, жадаларыңыз жақсы ма? Сіздермен керемет печенье жасаймыз. Өте оңай. 2 жұмыртқа, қант саламыз. Қант ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезек бізде үйдегі кез келген сары май, үй температурасында тұрған үлкен қасықпен алып саламыз. Ендігі кезек қыздар бізде сұйық майымызды құйып аламыз. Қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы біріккенше араластырып, қыздар, ендігі кезек ұнымызды саламыз. Араластырып аламыз. Кішкене бірігіңкілеп қалған кезде, қыздар, қолмен жақсылап тұрып қамыр жасаймыз. Кішкене ұн салдым. Мінекей қыздар, жан-жағын барлығын деген түсіріп аламыз. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып, керемет қамыр дайын болады. Мінекей қыздар, қамырымыз дәл осындай керемет болып шықты. Енді оны бөліктерге бөліп аламыз. Кез келген формамен, кез келген пішінмен керемет етіп жасасаңыздар болады. Мінекей бізде біреусі қалыңдау дөңгелек болса, екіншісін жұқалау етіп жайдық. Формамен кесіп алдық. Бұл процестің барлығын мен емес, менің кішкентай 9 жастағы қайынсіңлім жасады. Жұмысын бағалап кетсеңіздер болады. Дүкеннен алғанша үй жағдайында осындай керемет печеньеларды үйде өздеріңізге ыңғайлы, өте керемет дәмді печеньелер жасасаңыздар болады, қыздар. Рецепт қарап отырыңыздар.